Сәлем, менің YouTube көрермендерім. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті де тіркеліп подписка жасап қойыңыздар. Бүгін сіздерге қара бұрыштың пайдасын айта кететін боламын. Қара бұрыш жүректің жұмысын жақсартады. Қара бұрыш көп адамның сүйікті дәмдеуші. Ас үйде жиі пайдаланатынымыз сонша, оның ерекше денсаулыққа пайдалы қасиеттерін ұмытып та кеттік. Суық тиіп, дене температурасы көтерілгенде бір шай қасық ұнтақталған қара бұрышпен жарты стақан арақтан тұнба дайындаңыз. Ол үшін қара бұрышты шыны ыдысқа салып, үстіне 50 градусқа дейін қыздырылған арақты құйыңыз да 2-3 сағатқа қалдырыңыз. Қабылдамас бұрын сүзу қажет. 1-2 шай қасықтан қабылдаған жөн. Диарея кезінде 30 мл суға 1-2 шай қасық қара бұрыш қосып ішу қажет. Құрғақ жөтел тынышыңызды кетірсе, жылы сүтке жарты шай қасық қара бұрыш қосып ішіңіз. Қара бұрыш пен сүт қосындысын күніне 2-3 мезгіл ішеді. 1 стакан бал, 1 шай қасық қара бұрыш пен 1 шай қасық даршын, яғни корица қоспасы да құрғақ жөтел кезінде көмектеседі. Барлығын ыдысқа салып, жақсылап араластырыңыз. 1-2 шай қасықтан тамақтан кейін күніне 3 рет қабылдаңыз. Ревматизм, суық тию, невралгия кезінде қара бұрышты таңып қоюға болады. Таңғышты жасау үшін сізге 1 шай қасық ұнтақталған қара бұрыш, 1 шай қасық бал және 1 шай қасық ұн қажет. Ингредиенттерді біркелкі массаға айналғанша кішкене ыдыста араластырыңыз. Массаны матаның бір бөлігіне тегістеп жағып, ауырып тұрған жерге қойыңыз да науқастың сыртына қалың көрпе жабыңыз. Кішкене қыздырғанша дәкені алып тастамаңыз. Алып тастағаннан кейін орнын жылы сумен жуыңыз. Тамаққа қара бұрыш қосып жеу тек асқазан ішек жолдары үшін ғана емес, жүрек қан тамыр жүйесі үшін де өте пайдалы. Дәмдеуіш құрамындағы белсенді заттар қанды сұйылтады. Қан тамырларын, соның ішінде ми тамырларын тазартады. Сондықтан жүрек пен қан тамырларына жүктеме азаяды, яғни инсульт, инфаркт қаупі төмендейді. Медицинада жылына 1 рет 3 апта ағзаны қара бұрышпен тазарту ұсынылады. Ол үшін 3 апта ішінде әр тамақтан кейін 3 дана қара бұрыш бұршағын жеу керек. Ағзаны тазалау кезінде вегетариандық тамақтануды ұстаныңыз. Бүйрек, бауыр, ұйқы безі және өт қабы ауруларымен ауыратын адамдарға қара бұрыш қарсы көрсетілген, яғни көп мөлшерде жеуге болмайды. Жалпы негіз жеуге болмайды екен, сақ болыңыздар. Сіздерге менің бүгінгі ақпаратым ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді қуана күтемін. Рахмет, сау болыңыздар.